Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің сабағымызда Students Book пен басталады. Ішіндегі тақырыбы, яғни food and drink, тағам және де сусындар. Page number 60, Students Book. Окей, бұл жерде бізде не істейміз? Бұл жерде тағамдар мәселесі, тағамдар тақырыбы болғандықтан, бірінші біз тапсырманың барлығын қарап тұрсаңыздар, мәтінге байланысты тапсырма болып табылады. Соны біз алдымен аударып алайық. School lunch мәтіннің бұл аударбасы, яғни тақырыбы мектептегі түскі ас. Енді оқып алдымен сосын аударамыз. What are modern British children eating? Заманауи британдық балалар не жейді? At lunchtime, Becky Jackson goes to a shop and buys a sandwich, some crisps, some chocolate, and a fizzy drink. Түскі уақытта Бекки Джексон дүкенге барып бутерброд, чипсы, шоколад және де газдалған сусын сатып алады. Some of her friends buy food at the shop too. Оның кейбір достары да дүкеннен тамақ алады екен. School meals are healthy, but Becky and her friends don't like them, and they never eat at the school cafeteria. Мектеп асханасының тағамдары пайдалырақ, бірақ Бекки мен оның достары оларды ұнатпайды, және де мектеп асханасында ешқашан тамақтанбайды екен. Окей, келесі. Who's having a healthy lunch at school? The Monday documentary reports from 3 other countries. Мектепте кім пайдалы түскі ас ішеді? Дүйсенбілік деректі фильм 3 елден есеп береді. Неке мына астындағы сурет берілген, осыны меңзеп тұр екен бізде. Енді қараңыздар, бұл жерде рет саны берілген. Бұл енді exercise number 1, бірінші тапсырмаға қатысты нәрсе. Қарап тұрсаңыздар, бірінші мына жерде суретте бізде Жапонияның тағамын берген екен. Lunch, Франциянікі, USA ақштікі, және де Britain Ұлыбританиянікі. Енді мұқият қарап шыққаннан кейін бұл жерде енді бірінші тапсырмамызға көшеміз. Бірінші тапсырмада бұл жерде кестенің ішіндегі сөздердің барлығы бұны қолданып, біз осы кестенің ішіндегі сөзді қолданып, бірінші мысалға суретте бірінші суреттің ішіндегі бірінші цифрды мына затты қандай затты көрсетіп тұр, сол ішінен алады екен бізде. Мынаның ішінен жауабы мінекей мынандай болады бізде. Бірінші мінекей soap, екіншімізде бізде water, soap дегеніміз сорпа, water су, fish үшіншіде балық, төртіншісінде rice күріш, бесіншімізде бізде салат, алтыншымызда бізде сырды көрсетіп тұр, cheese болады, жетіншімізде бізде meat, яғни ет, 8-де beans, бұршақтар, мінекей жасыл түсті. Ары қарай 9 бұл жерде астымызда мінекей ice cream, бұл балмұздақ бізде. 10-да мінекей fizzy drink, салқындатылған сусын. 11-бізде бізде chips, қытырлақ картоп. 12 бізде burger. 13 бұл жерде кәмпиттердің суреті тұр, sweets болады. 14 бұл жерде ненің суреті? Juice, шырын, сок дейміз. 15-те бізде sandwiches, сэндвичтің суреті тұр. Және де соңғы бізде 16-да crisps, бұл енді чипсы. Crisps дегенімізді чипсы дейміз, ал chips дегеніміз қытырлақ картоп. Бұл табын айырмашылығы осы екен, балалар. Окей, next exercise number 2. Бұл жерде не істеуіміз керек? Бұл жерде екі немесе одан көп сөздерді болатын болса, мына жерде мысалға 4 бөлікке бөлген. Meat деген етке қатысты тағамдар қандай, соны жазып шығамыз. Vegetable, көкөніске қандай, соны жазамыз. Fruit деген жеміс-жидектер, және де drinks, сусындар. Meat, chicken, fish. Vegetables, potato. Potatoға біз мысалы tomato дегенді қоссақ та болады. Tomato.
Chicken дегеніміз тауық еті, fish дегеніміз балық еті. Балық, көкөніске мысалы картоп, potato, tomato деген қызанақ, помидор, иә. Fruit дегеніміз, яғни жаңағы жеміс-жидектер, мысалы pear дегеніміз алмұрт, груша, apple алма. Drink сусындарға мысалға juice шырын, мысалы orange juice десек те болады, fizzy drink салқындатылған сусындар деген сияқты. Мінекей қысқаша жазып бердім, осылай болады. Okay, next exercise number 3. Бұл жерде сұрақ берілген, сол сұраққа біз өзіміз жауап беруіміз керек. Healthy eating, жаңағы пайдалы тағамдар деген мағынада берген. Бұл жерде мына сұрақ былай құралады. Do you eat more chips or vegetables? Бұл жерде екеуін таңдап, біз сұраққа жауап беруіміз керек. Яғни сен көкөністі немесе чипсыларды, көкөністі ме әлде чипсыларды көбірек жейсің бе деп қойған. Бұның сұрағына біз былай жауап береді екенбіз. Мысалға, мінекей. I eat vegetables. Мен көкөністі жеймін. Екіншісінде ice cream or cheese. I prefer cheese. Мен сырды қалаймын. Үшіншісінде бізде fizzy drinks or juice. Шырын ба әлде салқындатылған сусындар ма? Салқындатылған сусындар дегеніміз бұл жерде пайдасы жоқ, зиянды сусындарды айтып жатыр, иә. Ал juice деген ол кәдімгі табиғи сусындар. Мысалға, алма шырыны деген сияқты. Енді мен таңдауым мына жерде I want juice дедім. Мен сусынды қалаймын, шырынды қалаймын. Шырынды қалаймын, иә. Төртте sweets or sandwiches. Кәмпиттерді қалайсыз ба, әлде жаңағы сэндвичтер жейсіз бе дейді. Төртте мен I like sweets. Мен кәмпиттерді қалаймын дейді. Арасында да осындай болып тұрады, иә. Ары қарай бесте crisps or nuts. Nuts дегеніміз жаңғақтар. Мен таңдағаным I eat nuts, жаңғақтарды қалаймын, жаңғақтарды жеймін дегем. Ағырай алтыда бұл жерде meat or fish, ет пе әлде балықтың еті ма, балық еттері ма? I like fish, мен балықты жақсы көрем, сондықтан балық етін қалаймын еттен гөрі. Енді сіздер мүмкін етті таңдайсыздар. Өздеріңіз көріңіздер. Ағырай жетіде бұл жерде соңғыда burgers or rice. Бургерлерді қалайсыз ба, әлде күрішті ма, күріш тағамдарын ба? Мен жаздым енді, я I want burgers. Мен бургерлерді жегенді қалаймын деп жаздым. Okay, next exercise number 5. Бесінші тапсырмада бізде бұл жерде байқап тұрсаңыздар a lot of, some, a many, any дегендерді берген екен. Мұқият болайық, бұл жерде қысқаша айтып кетейін. Many дегеніміз бұл жерде көп, a lot of дегенімізде көп. Many дегеніміз тек қана саналатын зат есімдердің алдына қолданатын сөз болып табылады. A lot of дегенде көп деп аударамыз, бірақ бұл да саналатынға да, саналмайтынға да ортақ қолдана беретін сөз болып табылады. Ал енді бұл жерде some және any деген берген. Some деген any екеуінің аудармасы бірнеше, бірақ жай сөйлемде ғана some дегенді қолданамыз. Ал егерде сөйлемімізде болымсыз немесе сұраулы болып кездесетін болса, any сөзін қолданады екенбіз. Some anyге айналып кетеді, түрленіп. Және де мына жерде матчты айтпай кеттім. Матч деген жаңағы many'дің бұл да көп деген сөз, бірақ бұл тек қана матч дегеніміз саналмайтын зат есімдердің алдында ғана қолданатын сөз. Окей. Кеттік. Бұл жерде не істеуіміз керек? Біреуін таңдап қоюымыз керек екен. Бесінші мінекей. Біріншісінде some деп жалдық. Some British teenagers eat school lunches. Екіншімізде бізде there are not many vegetables on the menu in the USA. Many болады. Үшіншімізде бізде there are a lot of vending machines in American schools. Төртіншімізде бізде Japanese students eat soup for lunch. Соңғы бесте бізде there isn't much junk food in French schools. Isn't much болады. Okay. Next exercise, the last exercise, ask and answer the questions. Сұраққа біз жауап беруіміз керек. Бұл да тағамға байланысты.
мінекей, what do you eat for lunch at school? Сіз мектепте түскі асқа не жейсіз? I eat burger for lunch at my school. Мен өзім мектебіме бургерді жеймін. Ары қарай, which lunch in the photos do you like or not like? Сізге мынау берілген бұл суретті суретті меңзеп тұр, мынау 4 сурет берген ғой, осыны сұрап тұр. Осы суреттің ішінен сізге қайсысы ұнайды немесе ұнамайды, соны жазыңыз дейді. Мен жазғаным I like USA photo. Маған ақштың суреті, яғни берілген тағамы түскі асқа деген сол ұнады дедім. Ары қарай үшіншімізде бізде what healthy or unhealthy food do you eat? Сіз қандай пайдалы немесе пайдалысы жоқ тағамдарды жейсіз? I eat unhealthy food for lunch because I like it. Мен пайдалы емес тағамдарды түскі асқа жеу мүмкінмін, себебі маған ұнайды. Мысалға, burger деген сияқты, солай жаздым. Төртте, what fruit and vegetables do you like or not like? Сізге қандай жеміс жидек немесе көкөністердің түрлері ұнайды немесе ұнамайды? Әрине, I like apples, grapes and cucumber. Мен алманы, жүзімді және де cucumber дегеніміз қиярды ұнатамын деп жаздым. Ары қарай. What's your favorite meal? Сіздің сүйікті тағамыңыз қандай жалпы? My favorite meal is манты. Менің сүйікті тағамым әрине манты. Or бешбармақ десек те болады, Окей. Осымен сабағымыз аяқталды, құрметті көрермендер. Менің арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Күнделікті сабақты бірге орындаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.